Қиямет күні Алла Тағала кәпірлердің бәрі тозаққа кіріп, барлығы жаңағы сыраттан өтіп, мұсылмандардың жәннатқа кіретін кезінде оларды да жаңа бір-бірінің көңіліне деген кірбіңдіктерін тазартпай жәннатқа кіргізбейді екен. Сондай жүрегінде бір-біріне кірбіңдігі бар екі мұсылманды Алла Тағала алдына сүйретіп отырғызып қояды. Содан анау айтады қасындағы бауырына: Раббым, мына бауырым кезінде маған әділетсіздік істеп қойып еді дейді. Сонда бұл келіп тұрған адам бірінші емес екен, ең соңғысы екен. Оға дейін жаңа мұсылманның барлық салиқалы амалдарын алып кеткен. Раббым, мынау маған әділетсіз істеп қойып еді дейді. Салиқалы амалдардан берсін дейді. Сонда оның ешқандай салиқалы амалы жоқ. Сонда Алла Тағала: бауырымды қинап қойдың ғой дейді. Оның амалдары жоқ саған беретін дейді. Ендеше менің күнәларым жүктесін дейді. Ана жағдай қияметтің ауыртпасы соншалық шешілейін деп тұрған жоқ. Сонда Алла Тағала жәннатты ашып жібереді дейді. Қане басыңды көтерші дейді жаңағы талап етіп тұрған мұсылманға. Жәннатты көргенде есі кетеді екен. Ана жерде қалаларды, нығметтерді, Алланың жаңа нығметін көріп есі кетеді дейді. Раббым-ау, мына нығметті кімге дайындадың? Қай пайғамбарға дайындадың? Қай сыдыққа дайындадың? Қай шейітке дайындадың дейді. Сонда Алла Тағала: кім ақысын толық төлесе соныкі дейді. Раббым-ау, бұның ақысын кім төлей алады? Кім төлей алады дейді. Сен дейді. Раббым дейді, мен өз басым өзім әлек болып тұрмын, өз жағдайым өзім шеше алмай тұрмын ғой, мен қалай төлеймін дейді. Мына бауырымды кешірсең, ақысын төлеген боласың дейді. Осы хадисті пайғамбарымыз жылап тұрып айтқан: кешірдім Раббым, кешірдім Раббым, кешірдім Раббым дейді. Сонда Алла Тағала ана бауырымды қолынан ұстады, жәннатқа бірге кіргендер дейді. Сонда пайғамбарымыз осы хадисті жылап тұрып айтады: сендерге не болды? Қиямет күні Раббыларың сендердің араларың жарастырып жатыр, дүниеде бір-бірімен жараспайтындай. Екі мұсылманды Алла Тағала татуластырып жатқанда сендерге не болды? Дүниеде татуласпайтындай.